Қайда құлайды? Туалетте құлайды, жаңағы больницада. Ешкім қарамаған, қараусыз жатып қалған. Әжетханада құлап қанша уақыт жатып қалыпты? Осы жарты сағат жатып қалған, көгеріп кеткен деді ғой жаңағы. Кімдер айтты? Дәрігерлер ме? Дежурный врач. Құлайды ғой қызыңыз. Сол кезде жарақаттары қандай болыпты? Туалетте арқасы полысы қап-қара болып кеткен ғой арт жағында. Арқамен құлаған ба? Арқамен құлаған дейді. Оның ішіне кіріп едім, уже есі шығып кеткен, естеніп тұр уже. Бетін ашып қарап едім, әйел ме екен? Бет-аузының бәрі қан, мұрнынан, аузынан қан ағып жатыр. Сонымен жарақат болды ма, болмады ма? Жарақат болған жоқ. Демек туыстары жалған сөйлеп тұр ма? Жалған сөйлегенде ол кісілер кейін көрді ғой енді денесін. Мәйітті күйеуі қоймадан тауып алды деген. Біз сол жерде ұстадық, ол жерде бәрінің денесі сол жерде ұсталынады. Ол сондайға арналған бөлме. 10 жылдан бері 2 сағаттап мәйітті осы жерде ұстайсыздар ма? Бұл енді сұмдық қой, мынау аядай ғана кабинет, тоңазытқыш жоқ, жағдай жоқ. Біз кінәлі болсақ көтереміз мойнымызбен.